Бүгінгі таңда Қазақстанда балабақшадан бастап инновациялық білім берудің біртұтас үлгісін қалыптастыру қаланып жатыр. Қарағанды қаласының балақай бөбекжайы осының жарқын дәлелі. Қазіргі заманға технологияны қолдану, жобалық қызмет, жоғары кәсіпқойлық, ал ең бастысы балаларға деген шексіз махаббат балабақшаның облыс және республика бойынша үздік білім беру ұйымдары қатарына кіруге мүмкіндік береді. 2010 жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов ашылуына қатысқан балақай бөбекжайы Қарағанды қаласында балапан бағдарламасы бойынша бірінші болып құрылған. Бөбекжайда білім беру қызметінің сапалы орындалуына ықпал ететін жарықты материалды техникалық негіз жасалған. Бөбекжайда республикалық, облыстық және қалалық деңгейде 10 инновациялық жоба жүзеге асырылады. Эко-челлендж республикалық жобасы негізінде ай сайын табиғатты қорғау бойынша экологиялық науқандар, эко-ойындар және шеберлік класстары өтіп отырады. Жан-жақты мәдени тәрбие облыстық бағдарламасын жүзеге асыру барысында бөбекжайда Қазақстан халықтарының балалар ассамблеясы үйлестірілген достық зал ашылды. Онда балалар әртүрлі елдер және ұлттардың мәдениеті мен әдет-ғұрыптарымен танысады. Республикалық байқауда ассамблея бойынша аталмыш материал үздік портфолио номинациясын алды. Үш тілділік облыстық жобасы 3 жастан бастап оқытуға бағытталған. Осыған орай оқу әдістемелік кешен бағдарламасы, кітаптар мен жұмыс дәптерлері құрастырылған. Республикалық педагогикалық оқуларда бұл жоба 2 орын иеленді. Оқу жылы ағымында тілдер апталығы ұйымдастырылады. Оған наурыз мейрамы жарқын келеді. Кигіз үй жасау, ұлттық және фольклорлық салт-дәстүрмен таныстыру жүзеге асырылады. Айбар облыстық жобасы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында құрылған және мектеп жасына дейінгі балалардың азаматтық патриоттық тәрбиесін қалыптастырады. Театрлық қойылым, флешмоб, мерекелік концерттер мен шерулер ерте жастан бастап тарихи тұлғалар мен Қазақстанның мәдени мұраларына деген қызығушылық пен құрмет, туған жеріне деген махаббатты нығайтады. Жыл сайын 2-ші дүниежүзілік соғыстың жеңіс күніне және отан қорғау күнінің құрметіне балабақшада салтанатты әскерлер парад өткізіледі. Парадта аудан тұрғындары мен балабақша тәрбиеленушілері қатысады. Топта әртүрлі әскер түрлерін көрсетеді. Танкист, зымыраншы, теңізші, ұшқыш. Алаңда әскерлермен бірге ата-аналармен қосылып жасаған әскери техника жүріп өтеді. Жаңа технологияны меңгеру мен енгізу балалардың данышпанды ғылыми қоғамы зерттеу жобасы арқылы жүргізіледі. Әр топ өзінің зертханасына бағыт таңдап алған. Бұл ғылыми, лингвистикалық, табиғи және экологиялық зертханалар. Дене шынықтыру бойынша мақсатты жұмыс, майтабанды түзету және профилактика жөніндегі авторлық бағдарлама, таеквондо сабағы, балалардың ауруының азаюына үлкен қорытынды береді және балалардың денсаулығын күшейтуге бағытталған. Бөбекжайдың тәрбиеленушілері көптеген халықаралық, республикалық және облыстық байқаулар мен жарыстардың жеңімпаздары. Ата-аналарды оқу тәрбиелік үрдіске қатысуға жұмылдыру ата-аналардың мекемеге деген сенімін жоғарылатады және бөбекжайдың танымдылығын көбейтеді. Біздің әрбір түлегіміз оқымысты спортшы немесе суретші болады. Ал алынған білім толыққанды азамат және отанның патриоты болуға тәрбиелеудің негізі болады.